Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті тамағым, голубцы тамағын көрсетемін. Болгарскийден жасалған голубцы. Ол үшін бізге керекті заттар 300-400 грамм фарш, және де бір пиала күріш. Суға жібітіп қойдым алдын ала. Осылай суға жібітіп қоясыздар. Және болгарский 9 штук болгарский, бір помидор, сәбіз біреу, картошка біреу, 3 пияз. Пияздың біреуін сорпасына турайсыздар, екеуін ішіне. Картошканы, сәбізді сорпасына турайсыздар. Мынау бір жұмыртқа, чеснок біреу керек. Яғни бірінші осы заттармен біз дәмді тамақ пісіретін боламыз. Алдымен біз болгарскийді тазалаймыз. Міне көріп тұрғандай, мына жерде мен 3-4-еуін тазалап қойдым. Ары қарай ол үшін асықпай, қалай болса солай емес, ішіне қарай жай-жай итеріп, жыртпай, жан-жағына жыртылып кетпейтіндей әдемелеп тазалау керек ішіндегілерін. Алдын ала барлығын жуып тазалап алдым. Жұмыртқаның сыртын тоже жудым обязательно. Міне осылай ішін тазалаймыз жақсылап. Менің балаларым барлығы осы ішіндегі дәнін ұнатпайды, сондықтан мен полностью тазалап тастаймын. Негіз тамаққа сәбіз қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Менің жолдасым сәбізді ұнатқандықтан мен үнемі қосып отырамын. Любой тамақтың ішінен сәбіз іздеп отырады. Осылай аккуратно жыртпай жан-жағын әдемелеп ашимыз, тазалаймыз. Дайындап алдық. Ең бастысы, ең бірінші сорпасын дайындаймыз. Себебі біз сорпасын қуырып, картошкасын салып дайындап қоямыз. Пока біз нан ішін салып дайындаймын дегенше, оның сорпасы қайнап, дәмі шығып, картошкасы пісіңкіреп тұру керек. Сондықтан алдымен сорпасынан бастаймыз. Сорпасы үшін алдымен пиязды тураймыз, пияз, сосын сәбіз қосамыз, картошка и бір қасық томат керек. Дайындап алған заттарымды майға қуырамыз қазір. Аз порция болғандықтан жарты сәбіздің өзі жетеді. Менде аз ғой. Және картошканы тоже турап дайындап аламыз. Үлкен бір картошка жетеді. Мен негізі өзім артық зат қосқанды ұнатпаймын. Мысалы, картошканы біреулер 3-4-еуден қосып тастайды бір тамаққа. Артық ысырап болып. Ондай болғанды ұнатпаймын. Кішігірім өзі жей алатынымызды және артық қалмайтындай жасағанды ұнатамын. Бір картошканың өзі қаншама бөлікке бөлінді. Так, чеснокты сорпаға соңынан қосамыз. Так, осыны майға қуырып аламыз. Осыған кішкене ғана май құямыз. Мен май көп қоспаймын, жарты шөмішке жеткізбей құямын. Осы май жетеді. Себебі менің фаршым майлы болғандықтан өзінің майы да шығады. Ал енді осыған біз пиязымызды қуырамыз. Кішкене қуырған соң сәбізімізді саламыз.
картошкамызды саламыз. Кішкене тұз қосамыз. Картошкаға тұз сіңу үшін 1 чайный ложкадай тұз қосу керек. Томат қосамыз 1 қасық. Керекті суымызды құямыз. Bir litrдай су құйдым. Кішкене тұз қосамыз. Жарты ас қасық тұзды қосамыз. Яғни осыны қайнатып, қайнаған соң астын азайтып қоямыз. Сорпасын дайындап қойдық. Ол жай отта қайнай береді. Біз енді болгарскийдің ішіне салатын дайындаймыз. Ол үшін алдымен фаршты саламыз. Осы фаршқа жаңағы суда жібітілген күрішімізді саламыз. Осыған біз жаңағы қалған жарты сәбізді теркадан өткізіп қосып жіберемін. Жарты сәбізді қостық. Енді бір жұмыртқаны жарып саламыз. Пиязды тураймыз. Жұмыртқаны көбісі негіз қоспай да жатады. Мен лично өзім қосамын. Себебі мен помидор қосқандықтан сулы, сочный болсын деп, күрішім құрғақ болып қалмасын ішіндегі деген оймен жұмыртқа шашырап кетпей бір қалыпта ұстап тұру үшін қосамын. Пиязды осылай оны екіге төртке бөліп тураймын. Пиязымызды қосамыз. Тағы бір пияз. Помидорымызды турап қосамыз. Помидорды көбісі қоспай да жатады. Мен қосқанды жөн көремін. Дәмді шығады, құрғақ болмай сочный болып. Оңай, әрі дәмді тамақ, білесіздер. Помидорымызды толықтай қосаткенбіз. Енді бізде қалғаны осыны жақсылап тұз бұрыш қосып араластырып болгарскийға салатын боламыз. Міне, алдымен тұзын қосайық. Примерно 1 чайный ложка тұз.
чайный ложкаларыңыз кішкентай болатын болса, үлкендеу чайный ложкамен толтырып 1 чайный ложка қосасыздар. Сосын перец. Қатты ащы болмасын десеңіздер, тоже кішігірім ғана 1 чайный ложка. 1 чайный ложкадай перец қосасыздар. Черный перец. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Мен өзім қолдың көмегімен араластыратын боламын. Басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Например, мысалға ролтонның говяжий бульондарын қосам десеңіздер, кішігірім тұзы қатты ащы болып кететіндей өлшеп қоссаңыздар болады. Каналым ұналса, подписка жасап кетіңіздер. Алдағы уақытта әдемі рецепттермен бөлісетін боламын. Мынау кішкене сочныйлау болды, көрдіңіздер ме? Помидор қосқан соң. Енді осыны неге болгарскийімізге саламыз, жақсылап араластырамыз, тұзы бұрышы барлық жеріне бірдей жету үшін. Күрішіміз піскен кезде білесіздер, суды сорып алады, сондықтан құрғақ болып қалмау үшін мен помидорды қосамын. Дәмді әдемі болып шығу үшін. Так, достар, енді осыны болгарскийға салатын боламыз. Қолымды жуып келейін. Қатты нығыздамай салатын боламыз. Міне осылай барлығына салып шығамыз. Кішкене ғана артылып қалды. Бұны келесі жолға морозильникке салып қойсаңыздар ештеңе де етпейді. Келесі жолы жасап жібересіздер. Не болмаса қосымша тағы да қосып, артық болгарский қосып жасасаңыздар болады. Бізге пока осы жетеді маған. Сондықтан маған осы 9 штук болгарскийдің өзінен артылып қалады. Енді осыны біз қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Сорпамызға біртіндеп саламыз. Қайнап жатқан. Ешқандай да ақтарылып, шашылып қалады деп қорықпаңыздар. Міне осылай батып тұрады. Енді сорпаның тұзын көреміз. Міне 1 штук болгарскийді, чеснокты теркадан өткізіп сорпамызға қосамыз. Ондай кішкентай жағынан өткізіп, дәм беру үшін чеснокты қосамыз. Жақсылап бір қайнатамыз, астын азайтып, жарты сағатта дайын болады. Достар, міне біздің голубцыйымыз дайын. Ал енді дәмін көрейік. Мен өзіме осындай жайпақ тарелкеге сорпасын азырақ қылып қойып алдым. Қазір. Сочный еще. Бір әдемі күріші де әдемі піскен. Дәмін көрейік.
Күшті. Тұзы бұрышы бәрі норма, күшті.